Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай тарыдан жасалатын керемет мәзірмен бөліскім келіп отыр. Әсіресе ораза кезінде ауызашарда және ауызбектерде өте тойымды жүретін, яғни ас болып табылады. Өзім алдымен дайындап көрдім, өте керемет шықты. Менде қазір жарты кило, яғни 500 грамм қуырылған тары осыдан жасайтын боламын. Алдымен оны ыдысқа салып, жақсылап тазарғанша жуатын боламын. Тазарғанша бірнеше қайталап жуамын, қолмен ысқылап. Өздеріңіз де білесіздер, тары бір жуғанда су тазара қоймайды. Яғни суы ашық таза болғанша қайталап жуа беретін боламын. Өзім жасап көргеннен кейін қатты ұнады, сондықтан дереу осы YouTube арнама салам деп шештім. Жасап көрсеңіздер болады. Енді тарымызды жуып, арнайы сүзгіден өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Сосын арасында осындай қара түйіршіктер болады. Кез келген тардың ішіне сонысын жақсылап тазалап алатын боламыз. Тазалап шыққаннан кейін үстіне су құйып, астынан от жағып, бір қайнатып аламыз. Яғни ұзақ емес, тек бір қайнатып аламыз. Қайнатып алғаннан кейін суымызды төгіп, ыстықтай күйінде, яғни бөлек сүт дайындаймыз. Сүтімізді қайнатып аламыз. Онда және жұмсарып тұрған тарымыздың үстіне қайнап тұрған сүтімізді құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Яғни тарыны бір қайнатып алдық, суын төктік те, үстінен қайнап тұрған сүтті тағы да құятын боламыз. Енді үстінен тарының бетінен келтіріп, қайнап тұрған сүтті құйып, бетін жауып, бір жарым сағатқа қойып қоямын. Сол уақыт аралығында тары сүтті бойына сіңіріп, әдемі болып қалатын. Енді тарыдан бөлек бізге қаймақ және сгущенка керек болады, яғни сгущенное молоко. Осы тарыға салып араластыратын боламыз. Міне көрдіңіздер, менде бір жарым сағат өтті. Осы бір жарым сағаттың ішінде бойына сіңіріп үлгерген және көпсіген, қопсыған тары. Енді осы тарымызға 4 ас қасық 20% қаймақ саламын. 20% қаймақтан 4 ас қасық саламын және бір банка сгущенное молоконы үстінен қосып араластыратын боламын. Мен тарының сұйықта болғанын қалаймын. Шашырап тұрған маған ұнамайды. Сол себепті қаймақты өте көбірек қостым. 4 ас қасық және сгущенное молоконың барлығын қостым. Егер сіздерге қою шашырап тұрған түрі ұнайтын болса, 2 ас қасық қаймақ немесе 1 ас қасық қаймақ және жарты банка сгущенное молоко қоссаңыздар болады. Енді барлығын қосып, жақсылап араластырып шығатын боламын. Дәмі енді өте керемет болады. Қаймақтың дәмі мен тәтті сгущенканың дәмі араласқаннан кейін өте керемет болып шығады. Аппетитті, яғни тәбетті өте ашады және тойымды. Ораза кезінде, әсіресе ауыз бекіткен кезде осыны жақсылап шаймен ішетін болсаңыздар, өте тойымды болатын ас түрі, яғни артық майлы тамақ емес, артық ауыр ас емес. Шағын ғана тары мысалы, бірақ өте тойымды. Енді осыны араластырып болғаннан кейін тарымызды бетін жауып қоямыз. Бір жарты сағатқа дейін қойып қойдым. Негізі 1 сағаттай тұру керек еді. Мен балаларым шыдай алмастан алдын бір рет жасап көргенмін. Сол қатты ұнағандықтан 1 сағатта күте алмадық. Сол себепті жарты сағаттан кейін аштым қақпағын. Міне мынандай әдемі күйге еніп шықты. Яғни 20% қаймақ бар ішінде және сгущенное молоко. Енді дәмі өте керемет болады. Қыздар, бір айтарым, бұл қаймақ пен сгущенное молоко араласқаннан кейін қаймақтың құрамы 20%. Сол себептен кішкене асқазанға ауырлау болып келеді. Шамалы норма дейді. Нормамен тамақтансаңыздар болады. Алдын ала ескертіп қояйын деген ойдамын. Себебі мені балаларым өте көп жеп қойып, асқазандар қорытпай. Алдын бұлай қаймақ сгущенка қоспаған кезде жей беретін еді. Бірақ осы жолы шамалы ауырлау болды. Сол себептен өз нормаларыңызға қарай жасап ішсеңіздер болады деген ойдамын. Ендеше ас болсын.